компаниясы ұсынады. Астана қаласының әкімдігінің тапсырысы бойынша. Астана. Ертеңіме сенем. Он 18-ші қадам. Қаланың ақылды мамандығын құру. Астана интеллектуалды қала, Астана ғылымның қаласы, мәдениеттің ортасы. Бүгінгі таңда Астана қаласында жалпы әлемдегі теңдесі жоқ жаңа ғылыми ашылулар, интеллектуалды бастамалар бой көтеретіндігіне сенеміз, өткені бұған толыққанды жағдай жасалған. Сарыарқаның төрінде орналасқан, жалпы тарихы 12-ші ғасырдағы Бозоқ қаласынан бастау алатын Астана 21-ші ғасырда интеллектуалды қала, ғылымның қаласы, мәдениеттің үлкен ірі ошағына айналғалы отыр. Бұл қалада болашақта үлкен ғылыми бастамалар, интеллектуалды ашылулар, Нобель сыйлығының лауреатына дейін көтерілетін жақсы ғылыми деңгейдегі ашылулар болатына сенімдіміз. Өйткені бұл қалада дәл осы жастардың өсуіне үлкен жағдайлар жасалған. Постиндустриалды әлемде материалдық қорлар емес, идеялар, технологиялар, брендтер, топтар, өнім өткізудің дәстүрден тыс жолдары және тұтынушымен кері байланыстың жаңа әдістері өндірістегі өнім немесе қызметке қосылған құн салығына негізгі үлесті қосуда. Стартап мәдениеті шығармашылық және интеллектуалдық қабілетке ие кез келген тұлғаға, адамдарға арналған құндылық жасауға мүмкіндік беретін қайта жаңғырған қолөнер түрі деуге де болады. Алайда ең бір керемет идеяның өзі қолдауды керек етеді. Жаңа идеяларды алға жылжыту және іске асырумен айналысатын адамдар түрлі қызметтер саласынан келген мүдделестерінің қоршауында шығармашылық, интеллектуалды ынталандырушы, техникалық жағынан қамтылған және оның талабын қолдаушы ортада жұмыс дегені дұрыс. Қаланың технологиялық мәселелерін шешу жолдарын іздестіру арқылы қала өміріне талантты адамдарды араластыру заманауи қала жетістігінің кілті болып табылады. Астана технологиялық шешімдерді іске асыру үшін үлкен алаң болып табылады. Астана, мен өзіңмен мақтанамын. Болашаққа жасалған қадам. Қаланың ақылды мамандықтарын құру және алдыңғы қатарлы университеттер базасында медициналық, қалалық, қаржы, агротехнология, энергетика салаларындағы салалық құзыреттілік орталықтар құру арқылы басым бағыттардағы көшбасшылыққа жету. Астана бизнес кампус кешенін қоса отырып, технологиялық кәсіпкерлікті ынталандыру. Стартапшылар Бағдат Уапов, Тәмелі Мектепбаева күллі Қазақстанды өзгертетін идеяларды жасап шығаруға шақырады.
Джевис компаниясы. Астана. 2017 жыл.